Конституциямыздың бірінші бабының бірінші тармағында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыратындығы көрсетілген. Зайырлы мемлекет ретінде еліміздің білім беру жүйесі діни ұстанымдар мен сенімдерден тәуелсіз болып табылады. Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 5 бабы 39 тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2016 жылға 14 қаңтардағы 26 бұйрығымен орта білім беру ұйымдар үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптары бұдан әрі бұйрық бекітілген. Осы бұйрықтың 13 тармағына сәйкес мектеп формасына түрлі діни конфессияларға қатысты киім элементтерін қосуға болмайды. Бұйрықтың 27 тармағына сәйкес, орта білім беру ұйымының басшысы мектеп формасына қатысты талаптар мен ата-аналарды немесе заңды өкілдерді білім алушыны білім беру ұйымына қабылдау туралы өтініш еркін нысанда беру кезінде қол қойғызу арқылы және жалпы мектептік ата-аналар жиналысында таныстырады. Зайырлы қағидаттары: барлық діни сенімдерге бірдей қарау, білім беру орындарында оқушылар мен ұстаздар діни көзқарастарына байланысты бөлінбеуі керек. Білім беру мекемелерінде діни үгіт-насихаттың болмауы, мектептерде тек зайырлы білім беріліп, діни сабақтар өткізілмеуі тиіс. Азаматтардың құқығын қорғау, әрбір оқушының діни сеніміне қарамастан тең құқылы болуын қамтамасыз ету. Заң талаптары мен мектеп ережелері. 1. Мектеп формасы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен мектеп формасын сақтау. 2. Сабақ кестесі, сабақтарға уақытылы келу және мектеп ережелерін сақтау. 3. Ата-аналар жиналысы, ата-аналар мектеп әкімшілігімен бірлесіп, зайырлы білім беру қағидаттарын сақтау бойынша жұмысты атқаруы тиіс. Сізден не талап етіледі? Зайырлы қағидаттарын құрметтеу, әрбір ата-ана мен оқушы білім беру мекемелеріндегі зайырлы тәртіпті сақтауға міндетті. Мектеп ережелерін сақтау, мектеп формасы мен сабақ тәртібін сақтау. Білім алуға деген жауапкершілік, білім алу барысындағы ережелер мен заң талаптарын орындау. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды. Бауыржан Момышұлы.